Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мен, ата-енем, жолдасым төртеуміз ауылда тұрамыз. Туған қайным мен келінім қалада тұрады. 3 жастан асқан баласы бар. Мен ауылда жұмыс істейтінмін. Отпускаға шығып үйде жатыр едім. Қайным звондады. Қалайсыңдар, папа-мама, ағам қалай? Деп сұрады. Шүкір, бәрі жақсы, өздерің қалайсыңдар дедім. Бәрі күшті деді. Маған жұмыстасың ба деді. Жоқ, отпускаға шықтым дедім. Жақсы болды ғой, отпускада болсаң біздің үйге кел, баламды бір ай қарап бер, келінің жұмысы, оны бір айға оқуға курсқа Астанаға жіберіп жатыр деді. Мен қарсы емеспін, енем не дер екен, жіберсе барамын ғой дедім. Кешкі аста енем, сен отпускада қайда барасың деп сұрады. Мен қайным қалаға шақырып жатыр дедім. Мен де соны айтайын деп отыр едім. Ертең қалаға барып немеремді жақсылап қара. Немеремді осында ауылға әкел деп едім. Әкесі әкелгісі келмеді. Садиктен қалмасын деп деді. Ертесіне қалаға қайнымның үйіне келіп, келін Алматыға баратын болып вокзалға шығарып салдық. Содан кішкентай қайнымды таңертең садикке апарып, кешке үйге әкелемін. Тамағын беріп, кірін жуып, солай жүрдім. Мен 5 жылдан асты, бала көтермей жүргеніме. Қайным менімен құрдас, жеңеше кейде құрдас деп ойнап қояды. Қайным дастархан үстінде бала туралы көп айтады. Балажан екеніңді кеше байқадым. Менің баламды өзіңнің балаң сияқты қатты жақсы көреді екенсің, деді. Шамасы байқаған-ау мені. Әрине, бірінші Алланың қалауымен болады. Түсінемін, бірақ емделмейсіңдер ме? Ағамнан ба, сенен бе деп көп сұрақтар қоя берді. Екеуміз эксперимент жасап көрмедік пе деп тарқылдап, көзін қысып қойып күліп қояды қайным. Солай бір апта зу ете өтті. Кешкісін қайным жұмыстан келді. Шай тамағын беріп, тақырып бала туралы болды. Сосын бұйырғанын көреміз де, дедім. Жеңеше, ваннада кірлеген киімдерім тұр, деді. Иә, қазір ыдыс жуып болған соң жуармын, дедім. Ол сосын баласымен ойнап, баласы ұйықтап қалыпты. Мен ваннада кір жуып тұрсам, қайным ішіне кіріп келді. Іш киімдерін қайда десем, оны менен қашан сұрар екен деп күттім. Міне бұтымда деп шешіп жатқанда, сыртқа шығайын десем, қолымнан ұстап жібермеді. Анауысы тұр, баладан ұят болады десем, ол ұйықтап қалды деп көзін қысып күледі. Содан екеуміз бірге суға түсіп, жеңеше дейін бе, құрдас дейін бе, саған ғашықпын деп жібермей құшақтап алды. Әлгі эксперимент қатынасқа түсіп 1,5 сағаттай. Оныкі де толып қалған екен, 2 апта болған қатынасқа түспегеніне. Содан мен таңда тұрып су ішіп тұрсам, қайным да су ішуге келген екен. Қайным тағы бір эксперимент жасап көрмедік пе? Деп жеңілдеп, менен көтересің болды деп жымиып күліп қойды. 1 ай сол қалада болдым да, келін де Алматыдан оқуынан келіп, келін маған үлкен алғысын айтып, балалы болуды бұйырсын деп базарлығын берді. Мен ауылға келіп жұмысыма шықтым. Ауылда жүріп қайнымды қатты сағынып жүрдім. Өзімді бір түрлі сезініп құса беретін болдым. Сосын ауылға қайным келді. Құрдас алдындағы эксперимент не болды? Нәтиже бар ма деп сыбырлап сұрады. Білмедім. Өзім соңғы кезде бір түрлі болып құсып жүрмін дедім. Қойшы сонда, менен көтерген болып тұрсың ғой. Жақсы жаңалық қой, ертең менімен қалаға барып өзіге тексеріл деді. Ертесіне тек екеуміз қайнымның машинасымен қалаға барып жатқан кезде жарты жолда тұрып құшақтап сүйіп, қайным мен сені қатты жақсы көремін. Емханаға барып УЗИге тексеріліп шынымен де көтерген екенмін. Ауылға кетерде миыма құйып, ауыр зат көтерме, келесі апта ағама айтамын, жақсы жаңалықты сүйінші сұрармын, деп қуанышымда шек жоқ қайнымның. Мен ағаңа айтпа, дедім қайныма. Ол, жоқ, арамызда не болғанын білу керек. Қолмен істеген нәрсені мойныммен көтеремін. Көп болса бір таяқ жермін ағамнан, деді. Мен жолдасым маған не дер екен деп қатты уайымдадым. Кейін жолдасыма қайным барлығын айтып түсіндіріпті. Тек қана үшеуміз ғана білеміз. Жолдасым, қанымыз бір болса болды деп, сөйтіп кейін торсықтай егіз ұлды дүниеге әкелдім. Егіздерім красавчик. Қайныма аумай қалыпты, сап-сары. Аттарында қайным қойды. Ата-енем қатты қуанды немерелі болғанына. Қайнымның айтатыны ғой, құрдас жеңеше, тағы бір эксперимент жасап керек пе? Деп қысып көзін күліп қояды. Енді менің арманым жоқ.